Қазір мен Олжас Тоқыбаев, достар, бүгін видеоға қош келдіңдер. Бүгін сендерге ары қарай FNAF ойынның фанаттық клондары жайлы айтуды жалғастыратын болам. Бүгін бізде 1 Flamty деген ойын. Бұл ойында Jana Chrome деген адам жасаған. Ойыннан әшейін прикол ретінде жасай салған, бірақ кейіннен танылып кетті. Ойынға кіре сала сен бұл ойында чот бірдеңке шап жасаған байқайсың. Себебі саған өлтіруші аниматрониктер емес, әртүрлі құбыжықтар. Олар бізде басы 4 бұрышты Блэм, қызыл адам, какой-то жануар, Grunfus клоун және жұмыртқа Flamty. Осылардың бастығы тағы да алтын Flamty бар. Бұл ойынның офисі FNAF 1-дің офисіне ұқсайды. Flamty бір есіктен, Блэм бір есіктен келеді. Қызыл адам бір камерада отырады, и ол да асықпай келе бастайды. Бабер болса Фоксидің рөлін ойнайды. Ол басында отырады, содан кейін газетті түсіреді и алтын Flamty болса ауадан пайда болады. Ал Grunfusқа келетін болсақ, ол алдымызда тұрған тесік арқылы жай камера көтеріп түсіргенде шыға бастайды. Ойында бірақ түн екеніне қарасақ, сол түннің өзі жаман қиын. Бірақ бірінші сәтте саған Flamty келе бастайды. Екінші бөлімге келетін болсақ, офис өзгерді, Бабердің орнына үкі және жаңа құбыжық Көзозавр келеді. Бұл құбыжық Flamtyдің ойын өте алмаған адамдардан жасалған. Геймплейға келетін болсақ, сенде камера, алдыңда өшіргіш, екі шетіне вентиляция, омен үкі келеді. Алдыңғы есікпен Flamty, Блэм және Көзозавр келеді. Оларды қуып жібершін светті өшіру керек. Соқырлар. Ол келе сала өлтірмейді. Тек мына шкала толған кезде ғана өлтіреді. Біраздан кейін стена қараятта, одан Grunfus шығады. Оның қуып жіберу үшін сен светті өшіруің керек. Тағы да біраздан кейін қызыл адам вирус түрінде келеді. Алтын Flamty өзгермеген. Соңғы 3-ші бөлімге келетін болсақ, бұл бөлімде барлық құбыжықтар бар. Офис тағы өзгерген, офис 3 жаққа бөлінген. Біреу вентиляция, одан Бабер мен үкі келеді. Екеуі бір функцияны атқарғандықтан екеуін бір-біріне тігіп бір құбыжық шығарған. Басқа шеттен қызыл адам келеді. Ол басына камерада алыс жақта жүреді и асықпай келе бастайды. Ол пештің ішінде отқанда пешке қарамау керек. Оны қалай қуып жіберем десеңдер, жай ғана пешке қарамау керек. Неге онда пешке қараймдарын десеңдер, сендерге жылыну керек. Мына шкала бітсе, сен жай ғана қатық қаласың и жақында өлесің. Ортасына келетін болсақ, ол жақтан Блэм, Grunfus, Көзозавр келеді. Блэм және Көзозаврды қуып жібершін оларға жарық шашу керек. Grunfusқа жарық шашпау керек, себебі ол ұнатпайды онда, прикинь. Ал алтын Flamty болса, егер оны камерада тұрғанын көріп, камераның ол офистан пайда болады да саған шыңғырады. И бір қызығы сен өлмейсің. Ол жағына сені қатырып жібереді и мына шкаланы біраз түсіреді. Қиналып тұрып әрең дегенде бол түн теуіп өтесің. Бірақ таң атып жатқанда уақыт бір сәттен кері айналып қайтып түн болып кетеді. Ашул Flamty өзінің достарын өлтіреді и олардың рөлін өзі ойнайды. Ортаңғы есікке 3-ке бөлінеді. Тағы да стена тесіктер пайда болады. Одан көп көзді Flamty келеді. Бөлмелер орындарын өзгертеді және тағы бір бөлме қосылады. Заттар орын өзгертеді, уақыт, шкала, түсіру әртүрлі бөле бастайды. Содан кейін музыка ойнай бастайды. Бұл музыка сенің назарыңды аудару үшін ойнайды, себебі музыка өте көңілді. Ойын өткеннен кейін сені босатады, ал Flamty өз армандаған жұлдызына барады. Осылай ойын бітеді. Я өте қысқа, бірақ түсінікті деген ойдамын. Ал сен Олжас Тоқыбай тағы қандай ойынды айтып берейін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий ұмытпайық. И мен бұл ойынды өзімнің бірінші каналынан түсірген болдым. Егер қызықты болса, ссылкасы астына. Давайте, достар, сау болыңдар. Welcome to Flumpty Bumpties, it's your time to meet the agony